Қайырлы күн, құрметті оқырмандар, әріптестер. Айтыскер ақын Сүйімбай Аронұлының туғанына 205 жыл толуына орай жыраулығымен елге танылған тақырыбындағы танымдық сағатты ұсынамын. Сүйімбай Аронұлы 1815-1898 жылдары өмір сүрген. Шығармашылығында қазақ халқының тарихы, салт дәстүрі, тұрмыс тіршілігі, әдет-ғұрпы жан-жақты көрініс тапқан. Сүйімбайдан мұраға қалған жырлардың ішінде Өтеген батыр, Сұраншы батыр, Саурық батыр іспетті эпостық туындылардың орны ерекше. Эпостық жырларында ол қазақ халқының басқыншыларға қарсы ерлігін суреттейді. Отанының қорғаны болған батырлардың жарқын бейнелерін сомдайды. Сүйімбайдың Қатағанмен, Тезек төремен, Қаңтарбаймен, Жантаймен, Тәтті қызбен, Уәзипамен, тағы басқа ақындармен айтыстары өз алдына бір төбе. Жамбыл Жабаев, Майкөт, Кенен Әзірбаев, Үмбетәлі, Бармақ, тағы басқа ақындар өздерін Сүйімбайдың шәкірті санап, одан үлгі өнеге ала отырып, дәстүрін одан әрі дамытқан. Сонау 19 ғасырда қазақ даласында кеңінен тараған айтыс өнері бүгінгі күнге дейін өміршеңдігін еш жоғалтқан емес. Суырып салма ақындар додасының уақыты өте келе сан қырынан ашылып даму үстінде. Айтыс өнерінде аты алты алашқа танылған өз дәуірінің атақты ақындарының бірегейі Сүйімбай. Жазушы Мұхтар Әуезов Сүйімбайды Жетісу ақындарының алтын діңгегі деп атаған. Ақынның туған жерінде оның атында ауыл, көше, мектептер бар.